Француз архитекторы Поль Гурдені Алматы қаласының тарихи орталығымен не байланыстырады? Неліктен Жаркенттегі мешіт Қытай сәулетшісі Хон Пикенің біздің күнге дейінгі сақталған жалғыз туындысы? Уәлихановтардың Сырымбет үй-жайы қайда орналасқан? Ұмыт болған есімдер мен белгісіз деректер. Қазіргі тарих пен ұлттың бет бейнесі. Осының барлығы Grand Buildings бағдарламасында. Бүгінгі бағдарламада 20 ғасыр басындағы Өскемен құрылысындағы эклектика, классицизм және көпестік стиль, уездік қалалардың революцияға дейінгі сәулет ерекшелігі, қызыл кірпішті қасбеттер, Ахмет Байтұрсынов мұражай үйінің құпиясы. Көзге оттай басылатын модерн стиліндегі көркем ғимарат. Қазір мұнда достық үйі орналасқан. Осыдан бір ғасыр бұрын бұл жер Өскеменнің халық үйі болатын. Тастан қаланған, нақтырақ айтсақ қызыл кірпіштен салынған ғимарат қаладағы тұңғыш қоғамдық орынның бірі. Идеи о возникновении. Халық үйін салу идеясын Өскемен қаласының бастығы Орест Федорович Костюрин мен оның серіктестері қолдады. Мақсат қалалықтардың көңілін ішімдік ішетін орындардан басқаға аудартып, бос уақытын тиімді пайдалануын қамтамасыз ету. Осылайша халық үйінде үлкен көрермен залын, шай бөлмесі мен кітапхана ұйымдастырды. Халық үйі барлық қала тұрғындар үшін қолжетімді болуы тиіс. Сондықтан мұндағы билет пен қызмет құны келушінің қалтасына салмақ түсірмеді. У нас в музее сохранились билеты. Мұражайда 1903-1904 жылдардағы билеттер сақталған. Халық үйінің сахнасындағы қойылымдарға тұрғындардың барлығының келуге мүмкіндігі болды. Билеттер қолжетімді. Олардың құны 30-40 тиыннан бастап 2,5 рубль аралығында болған. До 2,5 рублей. Халық үйі революцияға дейінгі Ресейдің мәдени ағарту жұмыстарын атқарған клуб типтес мекеме. Ресей патшалығының аумағында олардың саны бар жоғы 100 шақты болатын. 19 ғасырдың соңында Өскемен секілді шағын уездік қалаларда мұндай мәдени орындар жетіспейтін. Это был город обывателей. И как вот говорит Галина Щербик Өскемен тану атты кітабында жазғандай, бұл тоғышарлар қаласы болды. Өскемен тамыған саудасымен, алтын өндірісімен ерекшеленді. Бірақ зиялылығымен көзге түспеді. Ішімдік ішетін орындары көп болды. Жергілікті тұрғындар айтпақшы, олар топ-топ болып ішіп, жеп, билеп, қыдырып жүрді. Яғни білім алып, уақытты мәдениетті түрде жұмсау мүлде жолға қойылмаған. То есть вот такой интеллигентного, просветительского, культурного досуга у них совершенно не было. Мәдени ошақтың құрылысы шет аймақтағы қала үшін орасан зор оқиға. Сондықтан барлығы білек сыбана атсалысты. Құрылыс жұмыстарын бақылап, халықтан көмек жинау үшін арнайы комитет құрылды. Олар қайырымдылық кештер мен жәрмеңкелер ұйымдастырған. Шарадан жиналған қаржы халық үйінің құрылысына жұмсалды. На пожертвование было собрано 3000 рублей. 7000 рублей было из общегосударственных. Құрбандық кезінде 3000 рубль жиналған. Мемлекет тарапынан 7000 рубль бөлінді. Одан бөлек қала кәсіпкерлері құрылысқа белсенді түрде атсалысты. Мысалы, кірпіш зауытының қожайыны Николай Антонов құрылыс үшін бірнеше мың кірпіш берген. Шаруашылық басқармасы 1461 түп ағашты кесуге арналған тегін билетпен қамтамасыз еткен. Оның жалпы құны 1500 рубль. Делила бесплатный билет, который позволял вырубить 1461 лисину на общую сумму 1500 рублей. Биыл ғимараттың салынғанына 115 жыл. 1900 жылдың 28 сәуірінде іргетасы қаланып, 1902 жылы есігі ашылды. Бұл тек Шығыс Қазақстандағы ғана емес, жалпы еліміздің көне орындарының бірі. Ол сәулет өнерінің, тарих пен мәдениеттің құнды жәдігері. Архитектура города Каменногорска этого периода. Осы кезеңдегі Өскемен қаласының сәулеті Батыс Сібір қалаларының нысандарына ұқсайды. Қанша дегенмен ол кезде Өскемен қаласы Томск губерниясына қарады. Сәйкесінше қаладағы құрылыстарға қатысты шешімдер де ортақ қабылданған. О застройке города принималось централизованно.
Сонау 1763 жылдары патшалық Ресей өрнекті қасбеттердің арнайы альбомын шығаруды қолға алды. Мақсат кәсіби сәулетшілер жетіспейтін уездік қалаларда әсем ғимараттардың бой көтеруіне қол ұшын беру. Ұсыныс альбом губернияларға таратылып, мемлекеттік маңызы бар қалаларда, оның ішінде бекіністерде, зауыт маңындағы қалаларда директивті түрде жүзеге аса бастады. Өскемен де осы қалалардың қатарында. Предположение даже, что при проектировании Народного дома использовались образцы. Халық үйін жобалау кезінде өрнекті қасбеттерді қолдану ұйғарылады. Мәдени орын құрылысының жұмыс сызбасына Петр Столбов атсалысқан деген пікір бар. Ол қоғамдық кітапханашы, қалалық басқарма есепшісі, арнайы құрылыс мамандығын оқымаған. Городской управы, не имеющий специального образования. Ол үйдің сәулетін Өскеменнің революцияға дейінгі құрылысына ұқсатқан. Бірақ түрлі мұнараларды, тіреулерді қосып безендірді. Өте әсем әрі әдемі етіп жасаған. Ең бастысы үлкен терезелер бар. Ғимарат барынша кең, жалпы айтқанда шығармашылық еркіндікке жол берген сәулет нысаны десек артық емес. Өскемен сәулет қарқыны жағынан облыс орталығы Семейді басып озғаны рас. Қаладағы жалпы халықтық құрылыс туралы сөз сол кездегі бас шаһар Петерборға дейін жеткен. Ұжым туралы тек Сібір газеттері емес, орталық басылымдар да жазды. Где-то в глубине... Тау-тастың ортасында орталасқан аты беймәлім кішкентай қалада Ресейдің алып әрі бай шаһарлар армандаған құрылыс жүзеге асты. Богатых российских городов. Тарихшылар мен сәулетшілер халық үйінің құрылысынан модерн және эклектика элементтері байқалады дейді. Жобалаудың асимметриялығына дөңгелек зал мен дөңес терезелеріне қарап модерн деуге толық негіз бар. Сыртқы көрінісінен эклектика анық аңғарылады. Айта кетейік, эклектика Шығыс Сібір қалаларына тән. Эклектика – это достаточно гармоничное сочетание элементов разных стилей. И здесь мы можем... Әртүрлі стильдің үйлесімді үндесуін эклектика дейміз. Мына тұстан модерннің өзгеше элементін көреміз. Қасбеттегі қабырға ернеуінің бөлшектенуінен көпес немесе кірпіш стилін байқаймыз. Олар қасбеттің нақты өзегін айқындап тұр. Деление основной оси симметрии фасада. Аймақ Шығыс Қазақстан облысы болып бекітілген соң 1939 жылы халық үйі облыстық театр дәрежесін иеленді. 1941 жылдың маусым айында екінші дүниежүзілік соғыс үшін барлық күштің жұдырықтай жұмылуына ұйытқы болғанда осы ғимарат. 1946 жылдың шілдесінде облыстық драма театрға қазақ халық композиторы Жамбыл Жабаев есімі берілді. 2000 жылы дәл осы қабырға аясында қазақ труппасы дүниеге келді. Уақыт өте келе халық үйінің ғимаратына достық үйі орналасты. Дөңгелек және дөңес терезелер, мұнаралар, шатырлар 100 жылдық тартымдылығын әлі де жоймаған дейді өлкетанушы Ирина Колончина. Ең кереметі ғимарат алғашқы қалпын әлі күнге дейін сақтап қалған. Ол әдемі әрі ерекше. Бізге дәл осындай құрылыс нысанын табу мүмкін емес. Басқалары мұның жанында еленбей қалады. Қаламыздан мұндай ғимаратты кездестірмейсіз. Ол біреу-ақ. Бұрынғы Маринск әйелдер мектебінің ғимараты Өскемендегі 20 ғасырдың басынан қалған жәдігерлердің бірі. Орыс классицизм дәстүрі бойынша салынған ескі құрылыс қазір бірден көзге түседі. Здание Маринского училища пропорционально... Маринск училищесінің ғимараты классицизм дәстүріне сай келеді. Дөңес терезелер әйелдердің бас киімі секілді безендірілген. Бұл орыс стилінің элементі. Сонымен қоса ғимараттың төменгі жағындағы кепкен нан деп аталатын кеткен текшелер де орыс стиліне жатады. Сухарики под карнизом здания. Өскемендегі Маринск мектебінің тарихы оның ашылуынан бұрын басталып кеткен. 19 ғасырдың соңында шаһарда қоныстанған адам саны 9000-ға жуықтады. Осынша халыққа 3 сыныптық ер балаларға арналған бір ғана училище қызмет етті. Қыздар үшін мұндай білім беру мекемесі жоқ. Оның құрылысы үшін ортақ қазынадан бөлінетін қаржы мәселесі ең жоғарғы деңгейде, яғни мемлекеттік кеңесте қаралды.
Нәтижесінде 1901 жылдың 1 шілдесінде Маринск әйелдер училищесін салу туралы шешім қабылданды. Халық Маринск училищесін көп күтті. Сол кезде қыздарға арналған шіркеу жанында мектеп болды. Бірақ ол қыздарға тек бастауыш білім ғана береді. Әрі қарай қыздарды Семейге, Омбыға не Томскіге апару қажет. Бұл халыққа тиімсіз. Маринск училищесі 1862 жылға дейін әйелдер гимназиясы деп аталды. Олардың ең алғашқысы 1858 жылы Петерборда ашылған. 9 және 13 жас аралығындағы қыздарды қабылдады. Білім беру жүйесі қайырымдылыққа негізделген. 1864 жылы мұндай мектептердің саны 100-ден асты. Почему Мариинское училище? Потому что это в честь вдовствующей... Неге Маринск училищесі? Ол патша Павел біріншінің жесірі еді. Мария Федорованың құрметіне аталған. Патшайым жеке мектептерге түсе алмағандар үшін осындай мекеме желісін ашады. Немесе сапалы білім алғысы келгендер де осы мектепті таңдайтын. Училище құрамында білім беру мекемесімен қоса жетімдер үйі де болды. Сеть благотворительных учреждений, в частности, они включали в себя приюты для сирот и вот такие вот образовательные учреждения. Өскемендегі Маринск мектебінің құрылысы басталған уақыт 1901 жыл. 1902 жылы ашылды. Құрылысты қаржымен түгелдей қамтамасыз еткен көпес қамқоршы Георгий Михайлович Занин. Ресей патшалығының шеткі аймақтарындағы қалаларға енгізілген өрнекті қасбет Маринск мектебінің ғимаратында да пайдаланылды. Уездік қалалардағы ғимараттың дені осы үлгіде бой көтерген. В целом здание достаточно симметрично, формы его практичны. Негізінде ғимарат айтарлықтай симметриялы, құрылысы қолайлы. Жоспар бойынша ғимарат пішіні Г-образды, тікбұрышты корпус. Одан бөлек мектеп екі көшенің қиылысында орналасқан. Орналасқан жері сәулеттік шешімге әсер еткен анық. Ғимарат аттик бұрышпен аяқталады. Мұндай аттиктер сәулет өнерінде дәл осы стильде сирек кездеседі. Ол айтарлықтай жеңіл әрі нәзік. Подобных аттиков в архитектуре данного стиля крайне мало. Он достаточно легок и ажурен. Революциядан кейін барлық әйелдер училищесінің жұмысы тоқырады. Өскемендегі мектеп ғимаратына білім беру мекемесі, аурухана, тіпті контрреволюция және іріткі салумен күрес жөніндегі жалпы ресейлік төтенше жағдайлар комитетінің жасағы да жайғасты. Там был даже университет. Ол жерде университет болды. Бір уақыт Поволжьядан ашығып келген елдің балаларын қабылдайтын орынның қызметін атқарды. Қайтадан мектеп, аурухана болды. Ғимараттың тарихында не болмады? Дегенмен оның осы күнге дейін сақталып тұрғаны және халыққа қызмет көрсетіп келе жатқаны бізді қуантады. Бұл ғимарат дәл қазіргідей жарқырап тұрмауда мүмкін еді. Жеңіс даңғылын салу кезінде құрылыс нысанын бұзу жоспарланған. Есік терезесіз, шатырсыз қаңырап қалған кезі көнегөз қариялардың есінде. Шатырдағы мұнаралар, қасбеттің маңдайшасы қиратылған. Дегенмен қиын заман келмеске кетті. Қазір ғимарат қала тұрғындары мен қонақтарының көз қуанышы. Сохранились вот эти уникальные моменты, вот эти портики. Сол бір қайталанбас сәттер, жартылай жұмыр терезелер кребер сақталып қалды. 20 ғасырдағы суретіне қарасаңыз, еш өзгермеген. Күрделі тағдырына қарамастан сол қалпы сақталған. Оно абсолютно не изменилось, но практически такое же, несмотря на его очень непростую судьбу. 1984 жылы ғимараттың жаңа дәуірі басталды. Бұрынғы Маринск қабырғаларына этнографиялық мұражай экспонаттары ілінді. 1 жыл бойы жөндеу жұмыстары жүргізілген. Қасбет мәрмәрмен көмкеріліп, қосымша есік тұсынан тағы бір ғимарат бой көтерді. Ғимараттың 2 есігі бар. Біз жиекті тіреуіштермен көмкерілген орталық есік жақта тұрмыз. Тіреуіштер қабырғаның негізгі бөлігі. Есіктің жоғарысынан ерекше өрнектелген маңдайшаны байқауға болады. Затейливый фронтон. Архитектуралық безендірулер ғимаратты одан әрі тартымды етеді. Қасбетті бірнеше тіреуіш бағана бөліп тұр. Ерекше өрнектелген маңдайша, текшелер мен төбешіктер.
Осының барлығы ғимараттың қайталанбас бейнесін қалыптастырады. Карниз здания украшен. Ғимарат ернеуі текшелермен безендірілген. Текшелер тікбұрышты, шығынға келеді. Терезелері дөңес, төбешік бейнесімен толықтырылған. Төбешіктер жартылай дөңгелек элемент. Сырты, пішіні орыс әйелінің бас киімін еске түсіреді. По своей форме русский женский головной убор. Маринск училищесі өзінің 115 жылдық тарихында түрлі күрделі кезеңдерді өткерді. Алайда қайта құруда, қайта бейімдеуде ғимарат рухын жыға алмады. Бұл жер қазір Шығыс Қазақстан сәулет этнографиялық және табиғи ландшафт қорық мұражайы. Қазақстан үшін өте құнды қазына. Старые здания, они обладают определенным духом, что называется, намоленные. Ескі ғимараттардың рухы бөлек. Қасиетті жер дейді ғой. Міне осы теңеу біздің ғимаратқа да лайықты. Мына қабырғалардағыдай мықты қабырғаны қазір салу мүмкін емес. Мына бөлмелер, залдар, бұл біздің екінші үйіміз. Уже положено не строят. Эти комнаты, эти залы. Во всяком случае, для нас это второй дом. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында алматылықтар үшін кірпіш негізгі құрылыс материалы саналмаған. Аймақтың сейсмикалық белсенділігі басқа жолды таңдауға мәжбүрледі. Ғимараттардың дені ағаштан бой көтерді. Құрылысшылар арасында жоғары бағаланғаны Тянь-Шань шыршасы. Үй іші ағаш архитектурасының үлгісі екені анық. Дегенмен сыртынан ағаштан бой көтергені байқалмайды. Қандайда бір жағдайдан соң қонысты қайта жасаған секілді, бірақ дәл қандай жағдай екенін нақты айта алмаймын. Бір қызығы, мұндай құрылыстағы үйлерді барлық көшеден кездестіресің. Бұл сондай ерекше. Алматының қақ ортасынан орын тепкен мына үй кез келгеннің көзіне оттай басылады. Мұндай ғимараттар тарихи орталықтарда саусақпен санарлық. Әр қайсының өз тарихы, архитектуралық құпиясы бар. Бұл ғимарат Франциядан келген жиһангез Жереми Шенотты да бейжай қалдырмады. Сәулетіне қызыққан жас жігіт мұражайдың жанынан өтіп кете алмапты. Әсіресе қаланың басқа үйлеріне ұқсамайтын бірегейлігі баурап алған. Архитектураның бұл түрі бұрынғы Ресей патшалығына қараған ескі мемлекеттерге тән деп ойлаймын. Қазақстан, Қырғызстан, Балтық жағалауындағы Латвия, Литва, Эстония секілді мемлекеттер. Өткен жылы осы елдерде болдым. Сәулет өнерінде көп ұқсастық бар екенін байқадым. Ол жақта да, мұнда да бір-біріне ұқсайтын ғимараттар салынған. Осы күнге дейін бұл мемлекеттерде ағаш сәулет өнерінің маңызды құрылыс түрі саналатыны мен үшін қызық. Ғимарат 20 ғасырдың басында бой көтерді. Өкінішке орай нақты жылы мен жоба авторының кім екені белгісіз. Сенекті кірпіш іргетасы бар 1,5 қабатты ағаш үй. Қазір тек тұрғындар өмір сүрген бөлігі қалыпқа келтірілген. Жалпы аумағы 160 шаршы метрді құрайды. Ал жанындағы қазіргі 11 сотық жерді осы Байтұрсынұлы мұражайының келешекте ұрпақтарымызға қызмет ете беру үшін, жұмысын дамыту үшін беріліп отыр. Ол жерге де қазір байқасаңыздар, Алматы қаласында көп сақтала бермеген шыршалар да кәдімгідей бой көтеріп қалды. Ол шыршаларды осы Байтұрсынұлы мұражай үйі ретінде ұйымдастырылған кезде 1993 жылы ұйымдастырылып, 5 жылға жуық осы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сол тұста отырғызылған болатын. Алматы мұражайының ғылыми қызметкері Алмат Нұрғалиевтің айтуынша, сол дәуірдегі барлық құрылыстың салынуы бірдей болған. 19 ғасырға тән бұндай ерекше архитектуралық ғимараттарда бір ерекшелікті байқауға болады. Яғни терезелерінің жақтаулары ғимараттың қасбетіндегі, яғни фасадтарындағы ағаштан ойылған бір ерекшеліктер осы 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басындағы бір ерекше архитектуралық бөлшектерден құралған деп айтсақ болады. Алматы қаласындағы осы тектес көптеген ғимараттардың да терезелері осындай ерекше ағаштан ойылып, бүгінгі күнге дейін сақталып келе жатыр. Ахмет Байтұрсыновтың мұражай үйі бастапқыда көпес Савва Федорович Зубовтың қонысы болған дейді өлке танушылар.
Көпестің аты Кучегур ауданындағы көлемді сауда аумағының салынуымен тығыз байланысты. Қазір ол аумақ Николай базары деген атпен жақсы таныс. Зубов базар мен шіркеуден алыс кетпей, отбасы үшін осы жеке жайды салады. Бастапқыда бұл ғимарат осы верный кезінде Алматы қаласында көптеген саудагер көпестер тұрған. Сол көпестердің ішіндегі Савве Федорович Зубов деген азамат болған. Сол кісіге тиесілі болған. Бертін келе 1930-34 жылдары осы қазақтың көрнекті ғалымы, қазақтың ағартушысы Ахмет Байтұрсынұлы өзінің отбасымен осы үйге келіп қоныстанып, өзінің өмірінің соңына дейін осы үйде тұрған болатын. Мұражай үйінің директоры Райхан Имахамбетованың айтары бар. Ол бұл үйдің көпес Зубовке, жалпы верный көпестеріне тиесілі дегенге күмәнмен қарайды. Райхан ханымның ойынша үй жайды Николай шіркеуінің діни қызметкерлерінің бірі үшін арнайы салдыртқан. Үйдің тарихы арыда жатыр. Яғни осы Алматы қаласы верный бекінісі салған тұста салынған үйге жатады. Бірақ бұл үйдің тарихын зерттеген кісілердің жазуына сүйенетін болсақ, бұл үйдің салынған жылы белгісіз деп көрсетеді. Дегенмен де жанымыздағы орыс церкові тұр ғой, шіркеуі, сол орыс шіркеуінің попына арналып арнайы салынған үй деген әңгіме бар. Айман Байсалова Ахмет Байтұрсыновтың немересі. Бұл жерде оның өмірінің алғашқы жылдары өткен. Мына қабырғалар Байтұрсыновтар әулетінің тарихын үнсіз сақтап тұр. Мне было тогда год и 8 месяцев, в 37-х годах. И он меня здесь нянчил, ходил на плечи, сажал. Мне было год и 8 месяцев. Я-то не помню. 1937 жылы мен бір жас 9 айлық бала болатымын. Ол мені осы жерде отырып бағып, иығына отырғызатын. Ол кезде ес білмеймін. Анамның айтқандары есімде сақталып қалды. Осы жерде менімен ойнаған. Үй үлкен болатын. 90-шы жылдарға дейін мұнда ешкім тіркелмеген. Кез келген келіп өмір сүрді. Төменде жер төле бар. Мына жерде де жер төле болатын. Бірақ ол жұмыс істемейді. Ол жерде асхана болатын. Барлығы ас дайындайтын. Негізінен біздің отбасымыз сонда тамақ пісіретін. Он не рабочий, только один вот подвал. Там было как у них, как кухня. Все там готовили. Что? Ну, в основном наша семья. 1988 жылдан бері ғимарат Ахмет Байтұрсынов атындағы мұражай үйі. Мемлекет және қоғам қайраткері 1934-1936 жылдары, яғни тұтқындалғанға дейін осы жерде өмір сүрген. Ахмет Байтұрсыновтың мұражай үйі 1988 жылы ашылды. Қоныстың бар жоғы 4 бөлмесі бар. Оның үшеуі бұрынғы асхана, жұмыс және балалар бөлмесі. Барлығы экспозициялық зал қызметін атқарып тұр. Жәдігерлердің саны көп емес. Негізінен сирек мұрағаттық құжаттар, суреттер мен ғылыми еңбектердің қол жазбалары. Жеке заттарының қатарынан Ленинге үндеу жазған баспа машинасын, шабаданы мен сандығын көре аласыз. Кейіннен ол кісінің ақталып, тарихтағы өз орнын алып, мұражай үй, тағылым үй ретінде көпшілікке қызмет ете бастаған тұста 2005 жылы осы мәшіңкені әкеп тапсырды. Оны тапсырған Самат Бектемисов деген осы Ахмет Байтұрсынұлының үлкен ағасы Қалидан тарайтын тұқымның жиеншары. Ал артымыздағы сандықпенен чемоданды тапсырған сол 1998 жылы Ахмет ақталғаннан кейін мына сандықты Ахметтің артынан іздеп бару үшін әйелі Бадрисипа анамыз көршісіне 50 сом пұлға сатқан екен. Ахмет Байтұрсынов мұражай үйінің аумағынан қызықты дерек байқап қалды. Ғимарат астынан ертеректе және кейін жерленген сақ қорғаны табылған. 1998 жылы Байтұрсынұлының 125 жылдық мерейтойы құрметіне осы үйді қайта жөндеу жұмыстары қолға алынған болатын. Сол тұста тарих және этнография институтының Карл Байпаховтың командасы осы үйдің 3-ші бөлмесінің астынан жаңағыдай адам денесін тапқан. Мұражай жанашырларының бір арманы бар.
Ол белгілі мемлекет және қоғам қайраткері тұрған кездегі үйдің келбетін қайта қалпына келтіру. Ойға алған істі 2022 жылға дейін жүзеге асыруды көздеп отыр. Себебі 5 жылдан соң Ахмет Байтұрсыновтың дүниеге келгеніне 150 жыл толмақ. Айтулы оқиға мұражайға келушілер санын арттыруы тиіс дейді тарихшылар.